Barşаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздерге керемет, еш жерде жасалынбаған өте ерекше сәбіз салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Салатқа қажетті заттардың барлығын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Яғни қанша мөлшерде қажет екенін. Енді алдымен бізге қажетті заттар: сәбіз, қызанақ, сарымсақ, тұз, қант, уксус, паприка, сәбіз салаттың приправасы, дәмдеуші, яғни кориандр қажет. Алдымен сәбіздерімізді осындай үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Қызанағымыздың үстіне қайнап тұрған су құямыз. Себебі бізге қазір салатқа қызанақтың сыртын ашып турайтын боламыз. Сол үшін сырты жақсы алыну үшін осылай ыстық суға сәбізімізді турап біткенше салып қоямыз. Сәбіздерімізді осылай өткізіп алдық. Енді үстіне мен алдын ала өлшеп қойдым. Жарты осындай шай қасық тұз, 2 шай қасық қант қосамын үстіне. Және де 70% уксустан 1 шаймен. Үстіне сірке суын, яғни уксусымызды қосып алдық. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Кішкене сәбізіміз өлу керек. Сол үшін қазір 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей осылай жақсылап араластырып алдық. Бетін жауып пакетпен. Осылай бетін жауып қойып қоямыз. Келесі кезекте суға сап қойған қызанағымыздың сыртын ашып аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай пышақтың көмегімен ашып аламыз. Енді сарымсағымыздан 3 басын алып, сыртын ашып, пышақтың көмегімен майдалап турап аламыз. Дәмдеушілеріміздің барлығын қосып, осылай араластырып алдық. Келесі кезекте қызанақтарымызды осылай ұзыншалап турап шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Барлығын осылай турап алған қызанақтарымызды сәбізіміздің ішіне салдық. Енді егерде салаттарыңызды ащы болған қаласаңыздар, осылай ащы бұрыш, кішкене әсемдік үшін укроп қолдануға болады. Ащы бұрыштан азырақ қосып жіберсек өте дәмді болады. Майдалап қосамыз. Видео барысында сіздерге айтылмай қапты. 50 мл май қажет, және де 1 пияз қажет. Себебі қазір майымызды сковородқа құйып алып, қатты қыздырып, үстіне пиязымызды қуырып аламыз. Пияз бізге қажет емес, дәмі шығу керек. Майымызға қатты қызу керек майымыз. Қызып тұрған майымызды дайын болған салатымыздың үстіне құямыз. Майымыздың түтіні шыққанша қатты қыздырамыз. Дайын болған майымызды салатымыздың үстіне құямыз. Салатымыз дайын болды. Өте керемет, сочный болып шыққан. Астында суын көрдіңіздер ме? Дәмі де супер болып шықты. Енді тарелкамызға салып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Палаумен, кез келген тағаммен кететін салат. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер.
өте дәмді, өтімді салат. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті жаңа рецепт шығады.